Көру қабілетінен айырылса да мойымаған жандар аз емес. Солардың бірі Түркістан облысының тұрғыны Мұхаммед-Али Құралбек. Ол бүгінде көптің қошеметіне бөленіп жүр. Алматыда білікті мамандардан массаж курсын оқып үйренген. Қазір Саударан ауданындағы облыстық оңалту орталығында мүгедектігі бар жандарға кәсіби массаж қызметін көрсетеді. Тақырыпта Жандос Жұмабек жалғастырады. 30 жастағы Мұхаммед-Али Құралбек бұрын бокспен айналысқан, спорт шеберлігіне үміткер. 10 жыл бұрын басынан қатты соққы алып, екі көзі көрмей қалған. Дәрігерлер көздің тамырлары жарылған деген диагноз қойды. Тепсе темір үзетін жігіт тағдырға мойымай массаж курсын бітіріп алған. Темірлан қаласында, аудандық полициясында жұмыс жасап бастадым. Жұмыс бабымен Шымкент қаласына ауысып, Шымкент қаласында жұмыс істеп, ол жақтан бері қарай переводпен ауысып, осы жақта жұмыс істеп жатырмын. Осы оңалту орталығында бір күнде 15-16 адамға массаж жасаймыз. Адамдар рахметін айтып, ризашылығын білдіріп кетіп жатыр. Көзім көрмесе де Аллаға мыңда бір шүкір, денім сау, ақырындап жайлап істеп жатырық. Қайта жақсы емін қабылдауға келдіксең дағы. Давлениеңіз қаншаға? Қазіргі жоғын. Темірлан ауылының тұрғыны Самат Жолдасбек бірінші топтағы мүгедек. Оңалту орталығына алғаш келген. Осында 27 күн жатып ем алмақшы. Бұрын аудандық ауруханада Мұхаммед-Алиден бірнеше мәрте массаж алғанын айтады. Темірланда ылғи көріп тұратын, массаж жасап тұратындығым бұл жігітке. Қолы жақсы. Мына жерге келсем, көз таныстып, көріп қуанып қалдым мен де. Енді Құдай қаласа күнделікті осы маған істете береміз массажды. Мұхаммед-Алидің массаж жасауды үйреніп, осы салада жұмыс істеп жүргеніне 8 жылдан асты. Көру қабілетінен айырылса да үнемі өзін жетілдіріп отырады. Оны әріптестер де мақтан тұтады. Бұл маманымыз біздің қазіргі таңда бетке ұстар мамандарымыздың бірі деп айтсақ болады. Себебі осы біздің орталық ашылғалы бері өз маманның ісі екенін көрсетіп, алғыс бөлінуде. Яғни оған деген қызмет алушылардың ризашылығы біз көптеп естіп жатамыз. Сол себепті ол бізге дейін де осы уақытқа дейін де басқа да мекемелерде жұмыс атқарып келген. Біздің орталығымыз былтырғы жылы ашылғалы бері осында бізге ауысып келіп, қазір қызмет көрсетуде. Сауран ауданындағы облыстық оңалту орталығы 200 орынға арналған. Қазір мұнда 150 адам ем қабылдап жатыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.